Assalamu alaykum, hurmatli qattalochilar, Nurkey YouTube kanalining ko'ruvchilari. Qutmanli qushaq kuningiz men. To'g'onlar. Buyursa, to'g'onlar bu mashinani qarangizlar. Chista o'zim uchun jasaganman deydi. Mashinaning model markasi Mercedes-Benz Sprinter Rex deb qo'yamiz. Chiqarilgan yili 2008-yilgi 2.2 CDI motor mexanikada. Probegi bo'yicha 431 ming. Hech qaysi bir chegi kuymaydi ekan. Bunday akkumulyatorni to'g'in ko'rsatgan, anan suvning gradusini ko'rsatgan bunday elektronli datchik qo'yildi. Mana shu 100 satqa qo'yildi. 1 million 400 qo'yildi. Daha yaxshi qilib tushib beradi. Anan varianti menen qo'yildi. Желательно taksiga jaramdуу mashina bo'lsa, üstüne ақша qo'shib bersеңіздер болады. Өзім Qirg'izistonga bir жол барып келгенмін deydi. Мындай рацияларға чейин бардығы бар екен. Жақсы көріп отырсыздар, бар жоғы таза. Азыр эми видеоны аяғына чейин көріп тұрыңыздар. Сыртқы жағында ең қызығы сыртында туғандар. Жүріңіздерші, түшөйлүчү. Бисмиллахиррахманиррахим. Ешіктің суығына айтпаңыздар. Ешіктің суығына. Жолдың пробкалығына айтпаңыздар. Так, Sprinter Rex 2008 2.2 CDI мотор. Мынакей, сіздер үшін сатқа қойды. Чисто грузовой болғанда дағы. Көріп отырсыздар ба? Борттың ұзындығы 4 метр, биіктігі 3 метр, турасы 2,5 метр туғандар. 25 куб екен. Гиганттың дискасы қойылған. Жасай тұрған еш жері жоқ екен. Болғаны алдық еле 2 зимний баллон қойасыздар. Сразу ішке шығып кете бересіздер. Дальнийге дағы даяр дейді. Мынау пробканы қараңыздар. Так, эми машинаның сырты бойынша. Мынау боковой тент тағы açылады екен. Сіздер көріп тұрған ручканы тартасыздар, ортоға чейин келеді. Анан мынау жағынан дағы мынау ручкасын тартып тұрып, орто чейинге чейин ашсаңыздар болады. Арт жағы бойынша. Охо, бұл плафонды қараңыздар, задний освещение, а? Болғаны сол жағы еле күйбей қалды, көрсетіп оласыздар. Көріп тұрасыздар, диодный екен. Мен бұл жағында ашып көрейінші. Мынакей. Борты мынау жерге чейин екен, бір 40 сантиметр тақтайдан. Ана мұны ДСП қойып қойыпты, мұны алып ұштасаңдар да болады. Мұны өзі Қырғызстанға барғанда қойып қойған оқшай. Арт жағынан запаскаларға чейин ордында тұрады тұрғанда. 2 запаскасы бар екен. Алдыңқы, анан артқы. Көрдіңіздер бе? Жақшы, өте соны. Егерде Қырғызстанға жүк ташып іштейім десеңіздер, өте соның вариант. Мал ташып іштегенге дағы өте соның вариант. Мынакей. Көмір тартып іштейім дегендерге дағы өте соның вариант. Документ жағы қандай? Документ жағыдан мәселе жоқ. Документ жақта мәселе жоқ. Қолны чисті, ала тұрған адам болса 4-ші қазайын болады. 4-ші қазайын болады. Мен 3-ші қазайын. Сен 3-ші қазайын. Өте соның. Оны көрдіңіздер бе? Тарап, андай несі жоқ. Шапкесіге чейін қойып тұр. Шапкенің үстіне кепкасына чейін қойып тұр, а? Для себя жасау ингем. Жақшы, өте соның. Бұл дағы Атақұл инебіздің бірәшкелеріне. Бұл не олды бұл бүтелет? Атақұлдың бірәшкелері машине сатып. Көресіздер, Sprinter чисто грузовой 2008 2.2 CDI мотор. 1 400 000, анан таксиге жарамдуу машина болса, вариантқа сүйлөшсөңүздөр болот тугандар. Видеонун темасында номери турат, чалып байланышып көрөсүздөр.